Жетісу облысында мектеп бітіру кештерінен кейін кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында ауқымды рейдтік іс-шара өтті. Тексеру барысында ойын-сауық орындары, саябақтар, аулалар, су айдындарының маңы және жастар көп шоғырланатын өзге де аумақтар бақылауға алынды. Профилактикалық шараға полиция қызметкерлерімен қатар білім басқармасының өкілдері, мектеп директорлары, мұғалімдер мен тәлімгерлер қатысқан. Жалпы саны 2000-ға жуық адам жұмылдырылды. Рейд барысында кәмелетке толмағандарға түнгі уақытта заңды өкілінсіз жүруге болмайтыны ескертіліп, жол қауіпсіздігін сақтау бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Қабылданған шаралардың нәтижесінде өңірде қылмыс тіркелмеген. Дегенмен қоғамдық тәртіпті бұзудың 90 дерегі анықталып, заң талаптарына сәйкес әкімшілік шаралар қабылданды. Құрметті ата-аналар, балалардың тәрбиесі сіздермен біздерге байланысты. Сіздер бірінші орында ата-аналар қалай тәрбие болады, мектепте қалай тәрбие алады, солай бала өзін алып жүреді. Басқа облыстарда бұрында мысалы балалардың заңсыз көлік басқаруы және де скутерлармен жүруі, оның арты қайғылы оқиғаға ұрындырып жатыр. Соны ата-аналардан сұрайым. Құрметті ата-аналар, балаларымызды бақылауға алайық.